өткенде землетрясение гүрс еткізді ғой. Кім қорқып кетті? Шапалақтаңыздаршы. Кім қорқып кетті? Да. Бұтыма чық қойдың. Еба, көтен, кетіп қалды ғой. Ебам. Уйба, жаным. Ана, адамдар бар ғой, коренной алматинец дейтін адамдар бар ғой. Когда земля дергается, коренной алматинец просто погромче говорит бисмилля и дальше спит дейді ғой. Уйба, қаяқта бисмилля. Ән детіп Құран оқып жібергенсің ғой, прикинь. Ән детіп Құран оқып жібердім ана жерде. Ағуызбекам. Сол қолым балдарды киіндіріп жатыр. Оң қолымен Ақтөбеге билет алып тастағансың ғой, бір. Билет қаяқтан алыңдар дейсің. Aviasales KZ, арзан билеттер жүйесі. Aviasales KZ. Туда-сюда билет алып сап, семьямен Ақтөбеге барып, семьямды тастап, бүгін қайтып келдім, короче. Сөйтіп, самолетте отырсам, қасыма гей отырады ғой, прикинь. Жоқ, енді анда ішімде менің гейский радарым бар, сезем деген сөз емес. Андай. Болады ғой, адамдар қарайсың, мына точно гей дейсің ғой. Ерні увлажненный балдар ғой. Маған қарап отырады. Руслан, я вас узнал, дейді. Я. Ваши казахские шутки так заходят, просто я сам казах, из руд, и айтам, руңды айтпай қой. Керек емес қыма. Керек емес. Айтпа. Мен бұлай гомофоб емеспін енді. Америкада оққан боламын, анау-мынау. Бірақ мен қазақ гейлерді признавать етпеймін. Признавать етпеймін. Менің ойымша, егер сен гей болсаң, сен нағыз қазақ емессің деген сөз. Неге? Себебі, ол значит, сен тума-туысың үшін өмір сүрмейсің деген сөз. Сен әке-шешең үшін өмір сүрмейсің деген сөз. Сен өзің үшін өмір сүресің деген сөз да ол. Гей болсаңшы, сен өзіңнің сезімдеріңді ойлайсың деген сөз да ол. Сен өзіңе ориентация таңдап тұрсың ғой, брат. Нағыз қазақ өзіне профессия да таңдамайды. Ориентация таңдап. Айтамай қой, бауыр бет, ұста құрсын, рахмет. Мен от нағыз қазақпын мен. Бір күні маған батя келеді айтады, Руслан, сен неше қуатсың дейді. Мен бітірейін деп жатырмын, как 11 класс қой, братан. Братан деп, батя айтады, сүйесемес, Америкаға жіберем дейді, геолог боласың дейді. Батяның сөзі болса заң. Швейцария сояқтың заң, Қазақстан заң емес, оны бір оғылады кішігірім, оны басқаша. Батяның сөзі заңды, все дедім, Америкаға кетіп қалдым, сөйтіп 2013 жылы Америкаға түскен кезде бірінші рет Американың Нью-Мексико штатында Албукерке қаласында екі қазақ болды. Біріншісі Ақтөбенің шалқарынан шыққан аборигенмін ғой, мен ғой, аборигенсің ғой. Америка ең бірінші түскен кезде Америка демократиясынан емес, инфраструктурасынан емес, негрлеріне бақы болғансың ғой, бірген. Еба дейсің ғой. Ох, еба. Еба, балдарын қараңдар, анға балдар. Тым көрмегенсің ғой. Екінші қазақ американец болып кеткен алматинец қой. Тимур деген, Тен дейді, он drug dealer, короче. Бізде барыға ғой, ояқта ол drug dealer. Басқаша екен ояқта, бізде барылар бүйтіп жүреді қорқып. Аяқта бүйтіп жүреді, аналар қорқады екен ояқта. Кәдімгі сыйлайды, hey, what's up, Тен дейді. Get the fuck out, stinky дейді. Деп алды, барыға сігесің, сөйтіп. Сөйтіп, бір күні Тимур келеді да, маған айтады, hey, Руслан дейді. Two girls are waiting for us дейді. Екі қыз күтіп жатыр дейді. Айтам, күтіп өтсе, барайық, құрсын, барайық. Сөйтіп, бардық. Барсақ, бір екі әпәдемі американка отыр. Айтады, hey, what you gonna do? Что, не істейміз дейді да. Айтайын, братан, сен ана қызға төле, мен мына қызға төлейін деймін да. Кеттік, кафеге бар, пейішік. Шалқардың гулянкісінің патологы ғой, кафеге бар, пейішік. Қыздар мәз, ойбай, не деген жомарт жігіттер, вау, деп киініп бастап, Америкада әркім өз-өздеріне төлейді екен. Ешкім бір-біріне төлемейді екен. Біз сияқты істемейді екен. Мен төлеймін, қоттақ жемейді, мен төлеймін, қоға боласың. Бля, Ерболат 20 мың ләқт жүйш. Ұят болып отыр, жағдай болады. Онда істемейді, әркім өз-өзіне төлейді. Қыздар мәз ғой, давай, киініп алды да, wait a second дейді. Диванның астынан бонкалы шығады ғой.
Бонг деген американецтердің водниктері ғой, примерно, короче. Соны алып шығады да, сол жаққа бүйтіп марихуана салады да, шөп шегіп бастайды, екі қыз. Маған қарайды, hey, do you want to smoke дейді. Мен болса, жоқ, мен өмірімде шекпегенмін деп айта алмаймын ғой. Намысым жібермейді ғой, прикинь. Нефтен бүткіл қазақтың травокурларының намысы басыма түсіп тұрып айтамын, I'm from Kazakhstan. We have Чуская долина деймін ғой деп. Мен Қазақстан, Чуская долина отанынан келіп тұр. Мына хуйня біздің қызген соң далбайып. Руслан ана жерде ұрып қалды, сразу ұйықтап қалды. 12:86-дағы щеночек тұрды ұйқыдан. Братан, үйге қайтайықшы, братан. Сол күні айттым, өз-өзіме айттым. Ешқашан бұл шекпеймін дейді, навәлені. Ешқашан шекпеймін. Ешқашан. Через бонг дейсің. Айттым өмірінде. Болды, ешқашан шекпеймін. Все, дедім. Сөйтіп бір уақыт өте, бір Америкада қиын экзамен тапсырдым да, өте қиын экзамен. Шықтым, деп рахаттанып тұрдым да, қыдыру керек бүгін деп бүйтіп. Деп общагаға келем. Американың общагалары үлкен ауылдарша. Кіммен келесің, нешеде келесің, өзің білесің, короче. Біздің общагалар сияқты емес. Біздің общагаларды мен барак для условно осужденных қана біздің общагалар. 11 болды. Уголовка керек па? Не істеп жүрмін? Жоқ. Мынау кімсіз білмеймін. Мам, ладно, ертең сөйлесеміз. Сөйтіп кіріп бартады. Жоқ, аяқ бостандық, сөйтіп. Ішіне кіріп кетіп барсам, бір екі американецтер, ақ американецтер, белый шортик киіп алған, майка киіп алған, қысқа құлақшын киіп алған ғой екеуі. Олар еш яппашымайттар, қалай киінгісі келеді, солай киінеді да, бір-бірін осуждать етпейді жағдай. Кәпір киіп алғанын қарашы, малды айтпайыншы. Тұр бүйтіп. Екеуін қасына келем, просто құшақтауын, hey, what's your name деймін ғой. John дейді, екіншісі Jack дейді. How about you дейді, Руслан деймін. Who дейді, Руслан деймін. Russell дейді, Russell деймін, Russell. I like this guy дейді, екіншісі дейді, I like him too дейді. Ұнап тұр мынау, let's go дейді, алып кетті бір жерге алып бір. Есік ашылады ғой, есіктің ішіне кіріп келсем, американская вечеринка отыр ғой, бірге кинодағыдай кәдімгі. Like in movies ғой деймін, this is Russell, let's go. Кіріп кетем, вечеринкеге ше. Біреуді қол күрестен отаған, біреуді бейр-понктан отырып, вечеринканың гүлі болып жүрмін, аяқта бүйтіп. Мынау әңгімен сол отырып, here in Kazakhstan әңгімес ұрып атсам, құлақшында біреу отырады, hey, wait a second дейді, столдың астынан бонг алып шығады үлкен. Ана қыздардың боңынан екесі үлкен ғой, не? Жағатта, do you want to smoke дейді, қарап тұрып, I'm from Kazakhstan дейсің. We have Чуская долина. Әр қазақ жаны мықты ауырып кетеді ғой. Қиын болып кеткен кезде ішіне мұсылман пайда болады ғой. Я Алла, мен бәрін түсіндім. Алып шықшы мына жерден отасың, пожалуйста. Жертсің. Американың көп мешіттерінде болдым. Көп Америка мешіттерінде болдым. Маған әрбір жұма намаз праздник болды да, мереке болды мен үшін. Себебі Америка мешіттерінде әртүрлі адамдар, әртүрлі ұлттар, бірақ бір дінді, адамдар бір-біріне махаббатпен қарайды ше. Мені вообще жақсы көретін кіріп келем ғой. Машаллах, Chinese Muslim. Мен қазақпын, бірақ бесплатно обед алып келерін келсе, чың-чаң-чаң, кетіп барайық. Сөйтіп, 2010-2011 жылдар естерінде ме, сол уақыттарда каникулға Ақтөбеге келемін де, ойбай, бүгін жұма ғой, мешітке барайын деп шығып кетемін өзімше. Мешітке кіріп келем, біздің Қазақстан мешіттерінде бір ұлт, бір дін, тармақтар әртүрлі да. Махаббат жоқ қой, бұлай ғой, ысыр жібереді да бұлай. Бүйт, намаз оқып. Соңда сұрайды, сен кім тыңдайсың, ұстазың кім, қандай мәсәбпен оқисың дейді да. Chinese Muslim дейсің. Кете берейінші. 13-ші жылы келдім Американың, 13-ші жылы келдім. 13-ші жылы қыста шын оқиға, болған оқиға түнде қуа бастаймын ғой. Дәстүр деген кино қарадыңдар ма? Кім қарады? Жабықтыңдаршы, кім қарады? Тап сондай оқиға болады менде де. Маған да выпускной деген тиісті деп жатса жоқ. Қуам ғой түнде.
үйде біреу бар сияқты шошып оянамын, бір очкилерімді өйтіп өзім қорқытып тұрамын. Тяжко болды. Бір күні көшеде мен өзім бір ағамды кездестіріп қалғанмын да, осыған айтып беремін осы историяны. Да ну нахуй деген жоқ, да ты чё дейді. Дейді, как раз мен үйге бір экзорцист шақырдым бүгін дейді. Тексеріліп аласың ба дейді да. Шымкенттің молдасы ғой, просто андай. Жын шығарады, короче. Айтайын, давай барам деймін. Болған оқиға келем, үйде мен ағам отыр. Оның әпкесі отыр, шымкенттіксіге әпкесі, досы, мен отырмын да. Молда ассистентімен залда отыр, короче. Бірінші, ассистентімен. Бірінші әпкесі кірет. Біз отырыңыз өйтіп, молда оқып бастайды. Оқып отыр ғой, біркесі. Шығасың ба дейді. Әпкесі, шығам дейді ғой, прикинь. Шын ғой, дейді отырыңыз біздер. Шығат үйсің, айқайлағанды білесің ба? Жоқ, білмейін дейді. Отырыңыз, досы кірді. Деді шығып кетті, хуйня екен ол. Кішкентай жындар ма? Потом же ағам кірді. И сразу шықты, таза дейді. Конченый, травокур, алкашы. Әр күнде әртүрлі қызбен жүреді. Просто каждый раз бісмілләмен неге істеймін деп айтады да, жұмыс істейтін болып тұрасыз, короче. Жоқ, болған оқиға, енді күлкі емес, болған оқиға. Соңында мен кірем, ассистент аяғымды ұстап алады да, ол да оқып бастайды, қарап жатырмын ғой былай. Алады да, саусағым ішімнен бүйтіп басады ғой. Ауырады кәдімгі дейші. Басады да. Басып алып кетті. Тамағымды ұстап алды. Шығасың ба дейді. Деймін ғой. Жынды шығарып алды, қайтым басынан бастамайсыз. Алып кетті қады. Шығасың ба деп 40 минут қуырылады да мен ше. Соңында айқайлағым келді. Шығам десе. Бірақ мен өз сознаниемде тұрмын ғой енді, өтірік қой енді. Шыдап шықтым до конца. Сөйтіп шыдап шықтым да деп 40 минуттан шықтым да сұраймын ғой, братан шықты ма? Шыққан жоқ дейді. Кішкентайлары отыр дейді. Кішкентайлары шығып кетті дейді. Үлкені отыр ішінде дейді. Аты Джон или Джек дейді ғой, прикинь. Бонпен кіріп кеткен ғой походу. Сөйтіп. Сосын маған бір шөп берді. Мына шөптерді ішсең жындар әлсірейді. Сосын қайтып келген кезде мен саған шығарып беремін, брат деп шығарып салды. Бірақ қайттан барған жоқпын оған. Шөпті басқа шөп ғой. Сөйтіп 10 жыл болды. Ішімде Джон ба, Джек па жүр енді. Зато ағылшынша күшті сөйлеймін ше андай. Бірақ анда-санда айқайлаймын. Шығам айқайлаймын. Андай бір семьяңда тып-тыныш туалетте отырып алайын, бала шағаң қағып бастайды. Папа, қашан шығасың? Шығам! Мен осымен болды, барыңызға рахмет. Армияға андай военкоматқа барған кезде баратын бала мен армияға бармайтын бала бірден ажыратуға болады. Мысалы медобследование өтесің ғой, сол кезде трусымен жүресің ғой бәрің. Сол кезде андай Кельвин Кляйн, Томми Хилфигер киіп жүрсе, ол бармайды ол. Бармайтын бала да уверен. Андай болады ғой бір Тахир деген бір андай Маухуй ма андай Барс деген киіп жүрсе, барады ол, баратын жігіт та.